Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Бізде бүгін керемет бір есеп. Бұл есеп математикалық регатта мұғалімдер үшін олимпиадада кездескен есеп екен. Және бұл аудандық олимпиада оқушылар үшін олимпиадада кездескен есептердің бірі екен. Енді осы есепті талдап бүгін берейін деп отырмын. Қарайық, сатылымдағы барлық заттың бағасы жайсанмен бағаланады. Бағаланатын бір мемлекет бар делік дейді. Бұл мемлекетті 6 алма, 5 алмұрт, 5 анар, 3 лимон сатып алғанда барлығы 130 монета төлейді. Ал 3 алма, 3 алмұрт, 5 анар, 6 лимон сатып алғанда барлығына 130 монета төлейтін болса. Алма, алмұрт, анар, лимонның әрқайсысының бағасы қанша монета болады дейді. Енді бұл есепті шығаруда негізінен 2-3 рет қайта оқып алып, түсініп алған дұрыс. Мен өзім сол әдісті пайдаландым. Берілгені жазайын. Берілгені бізде 6 алма, 5 алмұрт, 5 анар, 3 лимон. Ол барлығы 130 монетаға тең. 130 монета. Енді, 3 алма, 3 алмұрт, 5 анар, 3 лимонымызда 130 монетаға тең болып тұр. Енді, бұл жерде тағы бір нәрсені айтып кетейін. Бұл алма, алмұрт, анар, лимонның барлығының бағалары жайсанмен. Жайсан дегеніміз не? Еске түсіріп жібере салайын. Жайсандар, натурал сандардың ішіндегі сандар 2, 3, 7, 5 сияқты. Олар өзіне және бірге бөлінетін сандар. 13, 17 сияқты. Тек өзіне бөлінеді 17-17-ге, және мысалы 17 болса 17-17-ге бөлінеді, және бірге бөлінеді. Енді шешуін талдайын. Шешуіне алманың бағасын R әрпімен белгілеп алайын. P әрпімен алмұртты, Q әрпімен анарды, L әрпімен лимонды белгілеп алсақ, бізде мынандай теңдеулер жүйесі пайда болады. Қарайық. 6R, 5P және 5Q, 3L тең 130 монетаға. Сосын 3R, 3P, 5Q және 6 лимон 130 монета болып тұр. Енді осы 4 айнымалысы бар 2 теңдеуден тұратын теңдеулер жүйесін шығаруды қарастырайық. Қарайық. Енді не істейміз? Бірінші теңдеуден екінші теңдеуді азайтсақ не болады? Ол кезде мынандай нәтиже болады. 6-дан 3-ді азайтсақ 3-р шығады. 5-ді азайтсақ 2-пи шығады. 5Q мен 5Q жойылып кетеді. 3L мен 6L-дан азайтсақ минус 3L шығады. 130-130 азайтсақ 0 шығады. Енді не болды? 3 айнымалысы бар, бір теңдеу. 3 айнымалысы бар. Енді мен қарапайым түрлендіру кіргізейін. Мына 2пиді алып қалайын да, қалғанында теңдіктің оң жағын өткізейін. Кер таңбамен плюс 3L минус 3R. Мына 3 көбейткішті жақсы сыртына шығарайық. Сонда бізде осындай нәтиже болды. Енді ең қызығы осы жерде. Қарайық. P жайсан, натурал сан. Мына теңдік орындалу үшін теңдіктің оң жағы 3-ке бөлінеді. Сол жағы 3-ке бөліну үшін не болу керек? 2 3-ке бөлінбейді. Сол үшін P-іміз 3 болу керек. P 3 болу керек, сонда теңдіктің екі жағы да 3-ке бөлінеді. Енді келесі нәрсе, P-іміз 3-ке тең екен. Енді теңдіктің сол жағы 2-ге бөлінеді. 2-ге бөлінеді. Оң жағы да 2-ге бөліну үшін L минус R-ымыз 2-ге тең. Енді 2-ге бөлінетін сан. Енді мынамыз 2-ге бөліну керек, мынамыз да 2-ге бөліну керек. Содан біз осы жерден түрлендіруді, шамалы түрлендіру алып кетейін. Так. R-ді кер таңбамен өткізсем, теңдіктің сол жағына 2 плюс R-ымыз тең L болып тұр. Енді келесі нәрсені алайын. Енді мына орындарына қояйық. P-дің орнына
және L-дің орнына қояға. Сонда бізде 6 R өз бойынша жаздым. Так, 5 P-дің орнына 3-ті қойдық, жаздық. 5 Q-ді жаздық, яғни бірінші теңдеуді жазып отырмын. Және L-дің орнына R плюс 2-ні жазып отырмын. Бұл жерде жақшаны ашатын болсақ, көбейткіш мынауымыз 6-ға тең, мынауымыз 15-ге тең, және R 3R-ді 6R-мен қоссақ болады. Сонда бізде мынандай теңдеу пайда болады. 9R 5Q, және мынауымыз 15 пен 6-ны қоссақ 21. 21-ді теңдіктің оң жағына өткізетін болсақ, сонда 109. Енді осы жерге келгенде тағы бір керемет бір әдісті пайдаланайын. Так, енді әртүрлі әдіспен шығаруға болады. Но біз былай істейік. 9R-ді минус тамғамен өткізейік теңдіктің оң жағына, және 5-ті бөліп өткізейін. Сонда не болады? Бізде осындай бір өрнек пайда болып, Q тең 109 минус 9R бөлінген 5 деген. Енді қарайық. Q'мыз ол натурал сан. Натурал сан шығу үшін, яғни мына өрнегіміз 5-ке бөліну тиіс. 5-ке бөліну керек. Яғни Q'мыз натурал сан немесе жай сан. Енді қарайық. R-ің орнына 1 болса, қалдығымыз болмайды. 109-дан 9-ды азайтамыз, 5-ке бөлінеді. Бірақ R-ымыз ол жай сан, біріміз жай сан емес. Сол үшін ол жауап емес. Яғни R тең 1 жауап емес. R тең 2 болса, онда қалтық қалады. R-ымыз 2 болса, 18, 109-дан 18 азайтсақ 5-ке бөлінбейді. Бізге 5-ке бөлінетін сан керек, себебі Q'мыз натурал сан немесе жай сан. Қалдық қалмау керек. Қалдық қалмау үшін R-ымыз қанша болады? Соны табайық. R 3 болса орындалмайды. R 4 болса орындалмайды. Және R-ымыз 11 болған жағдайда 109-дан 99-ды азайтатын болсақ, 109 минус 99 и 5 ол Q-ға тең. Яғни 10-ды 5-ке бөлетін болсақ, бұл жерде Q-мыз 2 шығады. Q 2-ге тең шықты. Енді Q-ды таптық, 2 екен белгілі болды. Сосын P дегеніміз бар, міне 3-ке тең екен белгілі. Так, ендігі мәселе R 11 екен белгілі болса, мына жерге 11-ді қоятын болсақ, 11-ді қойсақ, L-ымыз де шығып тұр. L дегеніміз 13-ке тең болып тұр. Енді тексеруді орындайық. Тексеруіміз берілген теңдеулер жүйесі осы. Орнына қойдым. Мына жерде мынауымыз 66, 15, 10, 39, қоссақ 130 шығады. 33, 9, 10 и 78. Қоссақ 130 теңдік орынды. Енді жауапты жазайын. R тең алмамыз и алмұрт, анар барлығын белгілеу алғанымыз. R-іміз бізде 11 шықты. R-іміз 11 шықты. Алмұртымыз P деп алғанымыз ол 3 шықты. Анарымыз 2 монета шықты. Лимонымыз 13 монета тұрады екен. Сол үшін солмен жауап шығардық. Тыңдағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий, сабақ ұнаса комментарий қалдырыңыздар. Түсініксіз сұрақтар болса комментарийда күтемін.